Жалпы әкімшілік құқық бұзушылық құқыққа қарсы әрекет немесе әрекетсіздік. Осы жердегі назар аударғым келеді, себебі бізде бұған байланысты тоже сұрақ келеді. Каждайына әрекет дегеніміз не, әрекетсіздік дегеніміз не? Әрекет деген сен бұзасың, әрекетсіздік деген сен бұзып жатқан адамды көресің де, көрмеген сияқты көзіңді бүйтіп жұмып өтіп кетесің. Ол тоже бізде жазаланады міндетті түрде. Мысалға оңай примері, көшеде бір итті бір адам ұрып теуіп жататын болса, сен ой ладно деп өтіп кететін болсаңыз, бұл сізде заңға бейберекет қараусыздық болып есептеледі. Оған тоже бізде белгілі бір жаза түрлері бар. Енді қасақана немесе абайсызда деген затқа тоқталатын болсам, бұл адамның айыбы, яғни айып деген құқық бұзушылық жасаған кезде іс-әрекетім айыбым деп аталады, яғни мен істеген қателігім. Ол қасақана немесе абайсызда болуы мүмкін. Бұны өмірде жиі естисіздер. Қасақана деген біліп тұрып істеу, абайсызда деген мен біліп тұрамын да, бірақ болмай қалатын шығар деп ойлаймын. Будущем бұған тоқталатын боламыз. Енді жеке тұлғалар әкімшілік жауапқа 16 жастан бастап жазаланады. Бұл туралы айттым. Кез келген ақыл есі дұрыс, 16 жасқа толған адамдар бізде жазаланады, немесе оларға міндеттер беріледі. Әкімшілік құқық бұзушылықтың негізгі түрлеріне келейік. Жеке тұлғаға қарсы құқық бұзушылықтар немесе қоғамдық тәртіпке қарсы құқық бұзушылықтар. Жеке тұлғаларға қарсы деген пример келтірейін. Әкімшілік деген негізі қатты жазаланбайды қылмыстыққа қарағанда. Мысалы, қылмыстықта сен сотқа барып былай алдында тұрасың, сені ұрсады. Ал әкімшілікте сізде ешқандай сот болмайды. Кез келген полиция қызметкері немесе сол жердің директоры сізді жазалай алады. Мысалға, егер де сіз кез келген адамға былапыт сөз айтатын болсаңыз, немесе сізге айтады, бұл мектепте шапка киіп жүруге болмайды деген, мысалы, мектептің өзінің заңы бар. Сол нәрселер, мысалы, ол қоғамдық тәртіпті бұзу. Немесе қоғамдық тәртіпті бұзуға мына жерге мусор тастауға болмайды дейсіз, мусор тастайсыз. Вандализмге қарсы көшеде жүруге болмайды деген сияқты. Бұл қоғамдық тәртіпті бұзу. Жеке тұлғаларға қарсы біреудің абыройын түсіру, жаман сөздер айту, ол бізде жеке тұлғаға қарсы құқық бұзушылықтар болып есептеледі. Қазір бұлардың каждайына тоқталатын боламыз. Енді әкімшілік құқық бұзушылыққа келейік. Бізде әкімшілік құқық бұзушылықтарға келейік. Бізде ұсақ құқық бұзушылықтар деп аталады. Яғни қоғамдық орындарда былапыт сөйлеу, жеке тұлғаларға тиісу, тұрғын үй жайларды қорлау, ортақ пайдалану орындарын ластау. Яғни бізде ұсақ бұзушылық көбінесе жеке тұлғаға қатысты болып келеді, яғни қоғамдық орындарға да қатысы бар. Бірақ ұсақ бұзушылық дегеніміз кішкентай құқық бұзушылықтар. Мысалы, сен біреуге айтасың, ұрсып атасың, жаман сөздер сөйлейсің. Яғни бұл үшін біз қандай, немесе сізге бұл үшін біреу жаман сөз сөйлейтін болса, сіз ол адамға қарсы арыз жаза аласыз. Яғни біз ол адам қалай жазалаймыз? 15 айлық есептік көрсеткішінде ақша төлейді. Қазір бір МРП деп айтады ғой да, есептесеңіз 3000 бір нәрсе теңге 15-ге көбейтесіз, и сонша ақша төлейсіз. Яғни сіз айыппұл төлейсіз. Немесе 10 тәулік қамаққа алынады. Яғни осы жазаларды бізде осы ұсақ бұзушылық жасаған адамдар қолданады. Немесе ана үйдің терезесін сындырып кетеді ғой, немесе есігіңді бұзып кетеді. Квартираларда сондай жағдайлар болады. Бұл ұсақ бұзушылық деп аталады. Кез келген 16 жасқа толған адамдар жасаймыз. Енді сіздерде андай сұрақ болуы мүмкін. Егер кішкентай бала жасаса, мысалы, кішкентай бала сіздің терезеңізді сындырып кетсе, ол жазалана ма десеңіздер, айтайын, олардың ата-аналарын жазалаймыз. Бұл үшін себебі кез келген балаға ата-анасы жауапты, 16 жасқа дейін штрафтың барлығын ата-анасы төлейді. Енді тыныштықты бұзу жиі қоғамдық орындарда, жалпы квартираларда, қалаларда осы мәселе бойынша көп жалоба түседі. Жалпы болашақта сіздерде студенттер боласыздар, сол кезде осы нәрсеге байланысты өте жиі кездесулеріңіз мүмкін.